Сәлем достар! Жаңа аудио кітаптарды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып, арнаға тіркеліп қоюларыңызды өтінемін. 20-шы ереже. Адамдарда кітап секілді мұқабасына қарап алданба, шындығын ішін оқығанда түсінесің. Бұл жолдармен жалғыз жүру мүмкін емес, досым. Сенің маған, менің саған мұқтаждығымыз бар. Біз дүние әлемінде жалғыз туған жоқпыз. Өмір тек қарама қарсылығымен бір нәрсені тудыруы мүмкін еді. Біреуі болмаса, екіншісі дүниеге келмеді. Ақ түсті тек қара түспен сипаттауға болады. Жоқты түсіндіру үшін бар болу керек болды. Бақыттың мағынасы тек қайғыдан табылды. Табиғатта қандай тіршілік болса да, ол әйел мен еркектің қосылуынан ғана туған. Адам да өмірге адаммен ғана байланысады. Ол әлеуметтік тіршілік иесі бола білгендіктен өркениеттер мен мәдениеттер тудырды. Өркениет табиғатта жалғыз өмір сүре білгендердің нәтижесі емес, бірге өмір сүре білгендердің ісі. Бұл махаббат та, бөлісу де, достық та, отбасың да, ұлт пен мемлекетте бірге болу мен бірге болудың жеңісі. Сондықтан адаммен суреттеуге болатын адамның бар болуы құнды. Сіз қаңырап бос қалған аралда жалғыз тұруды шешкенше, бұл өмірді басқа адамдармен бөлісуіңіз керек, менің саяхатшы досым. Дос табуды да, достықты қалай табуға болатынын да білесің. Сүйіп сүйікті бола аласың. Кешірім сұрауды да білесің. Сіз кешірім сұрауды қабылдауды үйренесіз. Сіз қалай беруді және алуды білесіз. Сіз қалай қорғау керектігін, қалай қарау керектігін білесіз. Сіз қолдау көрсетесіз және сізге қолдау көрсетіледі. Әрине, адам мен адам қарым-қатынасы бір жағынан өте өнімді, сындарлы, нәрлендіретін, ал екінші жағынан жағымды болуы мүмкін. Ол соншалықты жойқын, тоздырғыш, шаршатады және қысым жасайды. Бұл жерде әрине біздің саналы таңдауымыз іске қосылады. Өмірімізде орын босату немесе қандай да бір жолмен біздің жолымыз қиылысатын адамдарға есіктерімізді жабу туралы шешім қабылдағанда жан-жақты саналы және абай болу бізге жиі пайда келеді. Мен бұған дейін талай рет айтқанымдай, ешбір кездесу кездейсоқтық емес. Адамдар біздің өмірімізге белгілі бір себептермен сынақтан өту мүмкіндігі ретінде кіреді. Бірде жақсы, бірде жаман, бірде пайдалы, бірде зиянды. Нәтижені өзгертетін нәрсе біз кездескен адамды қаншалықты жақсы білетініміз және соған сәйкес қалай әрекет ету керектігін қалай шешетініміз болады. Ешкімнің басқа біреуге үстемдік жасауға немесе үнемдеуге құқығы жоқ болғандықтан, кез келген адамның біреуді өзгертуі мүмкін. Бұл мәселе болуы мүмкін емес болғандықтан, біз ешкімге зиян тигізбестен барлық таңдауымызды өзіміз жасауымыз керек. Егер біз алдымызда тұрған адамды жақсы білсек және өмірімізде осы жағдайларға қаншалықты орын беруге немесе бөлмеуге дайын екенімізді шешсек, біз де басқаларды қайғырмас еді. Әрине, адамдарды тану оңай шаруа емес. Алдын ала қарауға болмайды. Біз бәрін сол қалпында қабылдауымыз керек және өзімізге қауіпсіз кеңістік құруымыз керек емес пе? Сонымен біз бұны қалай жасаймыз? Біз басқа адамды қалай тануға болады, немесе кейде өзімізді толық білмейміз деп ойлаған кезде қаншалықты жақсы таныс боламыз? Тақырыпқа осы тұрғыдан қараған кезде мен әдетте данышпандардың ақыл кеңестеріне жүрегімді ашамын. Сонымен біз енді данышпандардың тәжірибесінен алынған практикалық нұсқауларды жалғастырамыз. 1. Алдын ала кінәлі болмаңыз. Мәулана бұл жөнінде құнды ескерту жасап, адамдар кітап сияқты мұқабаға алданып қалмаңдар дейді. Алдын ала кінәлі болу дұрыс емес. Өкінішке қарай, алалаушылық көбінесе әділетсіздікке әкеледі. Кескін көбінесе алдамшы. Көрінетін нәрсенің артында не жатқанын білу және тану үшін
уақыт қажет. Ешкім олар көрінгеннен артық емес, сіз де солай. Алғашқы әсер маңызды болғанымен, ешкім туралы түпкілікті пікір айту үшін жеткіліксіз. Адамның киіміне, кім екеніне, мініп жүрген көлігіне және мінезіне, дене бітіміне қарап оның болмысын айта алмаймыз. Айтайын дегенім, олар өздерінің экономикалық қуаты мен жалпы талғамы туралы түсінік береді, ал шын мәнінде олар тіпті бермеуі мүмкін. Мен айтқан бұл сыртқы факторлар өте жылдам айнымалылар және әрқашан олар сияқты болмауы мүмкін. Өте арзан ойындар өте қымбат ләззаттардың астында қалуы мүмкін. Ал өте немқұрайлы бейнелерден кейін өте қымбат жандар пайда болуы мүмкін. Біреуді сыртқы түріне немесе киінуіне қарап бағалауға асықпаңыз. Әрқашан суреттің алдамшы болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Мүмкін сіз көрінгеніңізде емес шығарсыз. Мүмкін сіз өзіңіз қалағандай көрінуге тырысасыз. Адам басқаларды тану үшін еңбектенсе, ол өзін тану мүмкіндігінде жасайды және бұл оның өзін тану үшін жасайтын ең құнды қадамы болса керек. Екінші, оның оқыған кітаптарына қараңыз. Кездескен адамның кітап оқу әдетіне қарап, сізге маңызды ақпарат беретіні сөзсіз. Ол кітап оқиды ма жоқ па? Олай болса, қай кітаптарды ұнататынына қараңыз, қаншалықты жиі оқитынын қараңыз. Кітап оқу әдеті негізінен отбасынан шыққан. Сондықтан оның оқулықтарының сапасы бұл әдеттің тамыры бар ма, әлде кейінірек қалыптасқаны туралы нақты мәліметтер береді. Отбасында кітап оқу мәдениеті болмаса, баланың кітап оқу мәдениеті де дамымайды. Егер бұл уақыт өте келе мектепте немесе жасөспірімдік шақтан кейін қалыптасқан әдет болса, егер бұл ересек жаста кейінірек жасалған артықшылық болса, бұл бірден байқалады. Оның кітап таңдауына қарап, сіз оның мәдени дамуын, талғамын, ол қызықтыратын жанрларға сәйкес психикалық қызметін азды көпті болжай бастай аласыз. Кітап оқу критерий болғанымен анықтаушы емес. Оқығаныңызға да қарау керек. Кейбір адамдар романдарды ғана оқиды. Кейбіреулер тұлғалық дамуды оқиды. Кейбіреулер тарихты, кейбіреулер ғылыми фантастиканы, кейбіреулер философияны, кейбір зерттеу кітаптарын жақсы көреді. Әр қайсысы әртүрлі мәдениеттер мен әртүрлі ойларды көрсетеді. Бұл жерде дұрыс та, бұрыс та жоқ. Оның не екенін көру және түсіну құнды болады. Үшінші, не көріп жатқанын қараңыз. Оның сүйікті фильмдері туралы сұраңыз. Оның бірнеше санағанын бақылаңыз. Қандай сериалды көргенді ұнатасыз? Оның қай цифрлық платформада не көретінін және оған қанша уақыт жұмсайтынын біліңіз. Оның көретіні мазмұнына көңіл бөліңіз. Неліктен оларды ұнататынын сұраңыз. Ол үшін фильм немесе телешоу көру не екенін біліңіз. Іс жоқ, жұмыс жоқ деп бір түнде бірнеше телехикаяны көріп отыр ма? Күндеріңіздің көп бөлігін экран алдында өткізесіз бе? Бос уақытында ол кешке телесериалдарды көріп отыра ма? Себебі біреу оған қатты кеңес берді ме? Ол өз қалауын барлығы көретін танымал туындылардың пайдасына пайдаланады ма? Және ол нені негізге ала отырып өз таңдауын қалай жасайды? Ол көргендері туралы не айтады? Оны көрген нәрсеге не қызықтырады? Тартушы факторлар қандай? Осылайша сіз оны тани бастайсыз. Өйткені енді сіз де ойыңызға енетін боласыз. Сіз оның ұнатуларына, таңдауларына, эмоционалды және психикалық фокус аймақтарына қарай бастайсыз. Сіз оның уақытын қалай өткізетіні туралы түсінікке ие боласыз. Сіз ол назардан тыс қалдырған немесе мүлдем жіберіп алған ұғымдарды көресіз. Сен интеллектуалдық тұрғыдан қаншалықты білікті немесе білікті емес екенін түсінесіз. Адамдар әрқашан өзі туралы нақты ақпарат бере бермейді. Олар өздерін тым идеализациялайды. Олар жақсы, олардың талғамы жоғары, олар керемет таңдау жасайды. Олардың өмірі жақсы, олар өте тәтті адамдар, олардың мінездері күшті. Олар бірнеше мектепте оқыған, олар табысты, ешқашан өтірік айтпайды. Ешкімді ренжітпейді, мөлдір.
барлығы оларды жақсы көреді, олардың жанкүйерлері бар. Басқаша айтқанда, ешкім менің илеуімді қышқыл деп айтпайды демекші. Бірақ олардың көрген фильмдері мен сериалдары, соған арнаған уақыты, бағалау тәсілі, мақсаттары кім туралы көбірек түсінік береді? Сеніңіз. Төртінші, қалай әрекет ететініне қараңыз. Мінез құлық әрине өте маңызды, бірақ бұл жерде сақ болу керек. Сондықтан мен бірінші рет көп араласуды сынамын. Күндізгі уақытта әртүрлі ортада, әртүрлі жағдайларда, әртүрлі адамдармен қарым-қатынаста болған кездегі мінез құлық, жүйелілік немесе сәйкессіздік басқа адам туралы маңызды ақпаратты береді. Оның сізге қаншалықты мейірімді, түсіністік танытып және жақсы екеніне сенбеңіз. Бұл көзқарас басқалармен қарым-қатынасыңызда сәйкес келетінін тексеріңіз. Түскі асқа барғанда дастарханға қарайтын даяшыға қалай қарайды? Ол сауда орталығындағы кассирге қалай қарайды? Ол әріптестеріне немесе өзі үшін жұмыс істейтін адамдарға қалай қарайды? Отбасына, анасына, бауырларына, туыстарына қалай қарайды? Ол бұл адамдармен қарым-қатынасын қалай сипаттайды? Олар туралы не дейді? Ол телефонмен қалай сөйлеседі? Көлікте ашулана ма, әлде сабырлы ма? Ол өзін-өзі бақылауда қиналады ма? Әлде мұның қажеті жоқ па? Мұның бәрін көру үшін әлеуметтену өте маңызды. Сондықтан жаңа ғана танысқан адамдармен оңаша кездесуді маған онша дұрыс деп санамаймын. Мүмкіндігінше әлеуметтік өмірде қалып, бақылау жүргізген тиімді деп дәлелдеймін. Бесінші, оның басқа адамдар туралы ойы қандай? Егер ол әрқашан сізбен басқа адамдар туралы сөйлессе, ол өзінің эмоцияларын басқаруға тырысады. Мен абай болыңыз деп айтамын. Басқалар туралы ойлану арқылы оның сізге әсер етуіне жол бермеңіз. Ол сізді қызғандыруға тырысуы мүмкін. Ол сізге аяғыңызды тарту, мәселелерге нұсқауы мүмкін. Ол сізге қалай әрекет ету керектігін, қалай ойлайтыныңызды, тіпті қалай киінгеніңізді және қалай сөйлейтініңізді көрсетуі мүмкін. Абай болыңыз. Бұл қауіпті манипуляция. Оны ертерек біліп, позицияны ұстанып, шектеу қою өте маңызды. Басқалар туралы айту, әңгімелесудің сапалы түрі емес. Оның әдетте мұны таңдауы жақсы ниет емес. Сонымен қатар, оның өзі айтып отырған адамдарға деген көзқарасын жақсы байқау керек. Олар туралы жаман, ұсқынсыз, айыптау, қорлау немесе жаман сөздерді қолданады ма? Ол әрқашан басқалардың сатқындығына ұшырады ма? Әділетсіздікке ұшырады ма? Әлде біреу оған лайық болмады ма? Неліктен оның ақыл ойы әрқашан өткенді, болған нәрселерді және әрқашан басқалар туралы айтуды қалайды? Өткенін ашық айтып, бүгінгі ақыл ойымен, адалдығымен, ашықтығымен жеңе алмаймын деп ойлаған сенімді сатып алмақшы ма? Алтыншы, дағдарыс кезінде өзін қалай ұстайды? Дағдарыс сәттері қарым-қатынастың тағдырлы бетбұрыс нүктелері болып табылады. Бұл сонымен қатар біреуді танудың ең қысқа жолдарының бірі. Бұл оның мінезі, тұлғасы және негізгі құрылымы туралы өте нақты ақпарат береді. Ол трафиктегі дағдарысты қалай басқарады? Ол іскерлік өмірдегі дағдарыстарға қалай төтеп бере алады? Жағдайы дұрыс болмаған кезде не істейді? Не істерін білмей үрейлене ме, ашулана ма, бейберекетсіздікке адасып кете ме? Оның сәтсіздіктерге деген көзқарасы қандай? Күнделікті өмірде адамдар тыныш, тату, ақ жарқын, көңілді, жігерлі және әдемі болып көрінуі мүмкін. Тіпті осы қасиеттерімен олар сондай-ақ өте сүйкімді, тартымды және еліктіретін сиқырлы атмосфераны жасай алады. Дегенмен дағдарыстар ішіндегі торға күштеп қамалған құбыжықтың секіріп кетуіне себеп болуы мүмкін. Дағдарыс қараңғы дәліздерді жарықтандыруы мүмкін. Мүмкін ол көптеген жылдар бойы пайда болмайтын қауіптерді жер бетіне шығаруы мүмкін. Біреуді шынымен танығың келсе, онымен бірге саяхатта, дегені сондықтан. Өйткені жолдар тосын сыйларға толы, сұлулық көп, дағдарыстар үнемі басылып тұрады. Демалыс кезінде біз де қуана тыңдаймыз және күтпеген келеңсіздіктерді шешу арқылы алға жылжуымыз керек қой.
Өйткені жолға шықпас бұрын барлығын болжап, есептеп шығу мүмкін емес. Сапарыңызда сізге бірдеңе болады. Не ұшақ кешіктіріледі, көлік сізді алып кетуге кешігіп қалады, не сіз брондалған бөлме кешігіп келеді, не тамақ уақытын өткізіп жібересіз, немесе тамақ сіз қалағандай шықпайды, немесе күн қолшатыры ашық емес, немесе құм аяғыңызды күйдіреді, немесе теңіз толқынды болады, бірақ міндетті емес күтпеген жағдай орын алады. Мұндай сәттердегі реакциялар өте маңызды. Олардың реакциясын мұқият қадағалаңыз. Ол қорылдады ма, конструктивті ме, қалпына келтіреді ме, ашуды басады ма, сабырлы болу үшін күреседі ме, әлде ол әрқашан сабырлы, депрессияға ұшырап немесе ешқандай негатив әсер етпей ме? Оның сізге айтпаған, бәлкім, ешқашан шын айтпайтын мінезімен танысуға мүмкіндік аласыз. Сіз оның кім екендігі және одан әрі не болуы мүмкін екендігі туралы нақты деректер аласыз. 7. Оның сізді қалай тыңдайтынын қараңыз. Менің ойымша бұл өте маңызды тармақ. Өйткені алдыңыздағы адамды тыңдау, оның айтқанына шын мән беру, шынайылық. Ол шынайылық, ол шыншылдық. Біреуді тыңдау, оған мән беру. Мұны байыппен қабылдау керек, соған қызығу, білу және үйренуге құштар болу, бірге өткізген уақытты құрметтеу. Сонымен қатар, егер ол басқа адамдарға осы сезімталдықты көрсетсе, басқаларды құлағымен және шынайылығымен тыңдаса, ол қарым-қатынасқа түскен әрбір адамға құрметпен қарайды. Бұл оның бұл туралы естігені немесе кем дегенде осылай күш салғанын білдіруі мүмкін. Мұндағы қауіпті жеріне де. Тек тыңдауға назар аударыңыз. Егер басқа адам тыңдап отырса, ол қаншалықты жақсы және адал болса да, оны сау деп айта алмаймыз. Ешқашан сөйлемейтін және тыңдауға бағытталған адам басқаларға әсер ету үшін деректер жинап, манипулятор бола алады. Қарым-қатынастың өтімділігі маңызды критерий болып табылады. Оның сізді қалай тыңдайтынына және жауап ретінде не айтатынына назар аударыңыз. Байланыс екі жақты.